сабағымыз. 50-ші сабақ лепті сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтап, тиісті тыныс белгісін қоямын. Түрлі дереккөздерден мәлімет таба аламын дейді. 6-ші атты өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Маралдың сұрақтары дейді. Таңертеңмен ойнайтын, ойынға бір тоймайтын. Марал деген баланың сұрағы жоқ қоймайтын. Жаңбыр қалай тұрқиып, неге сыйды күн күйіп? Аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік? Осылайша апасын, анасы мен атасын шаршатады қарасаң, бір қызыққа батасын дейді. Балалар мәтінге қарама мен жазылғандар қандай сөйлемдер дейді. Бұл жерде балалар сұраулы сөйлеме сұрақ белгісі қойып тұр. Осы сұрақтардың жауабы дереккөздерін іздеп көр дейді. Балалар қараңыздар, бірінші жаңбыр қалай құйып деп. Балалар қараңыздар, жер бетінде сулар, мұхит, теңіз, өзендердің күннің суымен су буға айналады. Сосын атмосферадан салқындап суға айналып жаңбыр болып жауады екен, осы екен жауап. Ал екіншісі неге ысиды күн күйіп дейді. Балалар, өйткені жер планетасы күнге дейін 4 орында қалыптасқаннан кейін ысы болады. Үшіншісі, аспан неге көкпеңбек дейді. Балалар, күн сәуле шығаратын толқынның ұзындығы мен атмосферадағы сәуленің шашылу қарқындылығына байланысты екен бұл. Неге көкпеңбек болуы аспанның. Ал төртіншісі, таулар неге тым биік дейді. Бұлар биік шыңды, құзды, жоғарғы жағы қалың мұздықтар мен қарлы шыңдар болып келеді екен, балалар. Осылар екен. Балалар, 7-ші атты сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Ағаштың бұтақтарын сындырма, гүлді жұлма дейді. Жазған сөйлемдер қандай сөйлем екенін айт дейді. Балалар, бір жерде лепті сөйлем болып тұр, екен леп белгісі қойылып тұр екен. 8-ші атты сурет бойынша мәтін құрастырып жаз дейді. Бұл жерде суретке қарап не айтуға болады? Құрастырылған мәтінге лепті сөйлемдер болсын дейді, балалар. Бұл жерде қар жауып тұр, қараңыздар. Алақай қыс келді дейді. Бір жерде лепті сөйлем тұр. Айбек құтжолды ертіп сырғанаққа келді. Екеуі жоғарыдан төмен қарай сырғанады. Ойнап болып үйлеріне қайтты деп тұр. Бұл жерде лепті сөйлеміміз алақай қыс келді деп Айбектің қуанғаны. Енді балалар 9-ші атты көмектен орнына сұрау не леп белгісін тиістісін қойып, өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Не жомарт, кім жомарт дейді. Не жомарт, балалар, не жомарт деген сұрақ белгісін қоямыз. Жер жомарт, адам затты асыраған дейді. Асыраған деген леп белгісін қоямыз. Не жомарт, сұрақ белгісін қоямыз. Күн жомарт, жерге нұры шашыраған, леп белгісін қоямыз, шашыраған дегеннен. Кім жомарт? Кім жомарт деген сұрақ белгісін қоямыз. Ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген, леп белгісін қоямыз. Кім жомарт? Сұрақ белгісін қоямыз. Батыр жомарт, халық үшін жанын берген дейді. Жер леп белгісін қояды екенбіз. Жомарт сөздің беретін мағынасын оқулықтың соңынан түсіндірме сөздерден оқып ал дейді, балалар. Кітаптың артында жазылып тұр. Мына балалар, қараңыздар. Жомарт деген сөз. Балалар, бұл жерде қараңыздар, жомарт деген сөз қолға ашық адам екен. Балалар, осы сабағымыз аяқталды. Келесі уақытта кездескенше сау болыңыздар.